Осы Instagram, TikTokқа видео салған сайын біздің енеміз көбейіп бара жатқан сияқты. Бір көзін қысып тұрып, неге қазанның сырты кір, неге ослепечканың сырты кір, анауың кір, мынауың кір дегендер көбейіп кетті бар ғой. Айналып кетейін Instagram, TikToктағы енелеріміз. Енді кейде сондай жағдай болып қалады. Күнде ысқылап жуа бермейсің. Өте қатты пысық келінсің, маған қатты ұнайды, мен сені күнде көріп отырамын дейді дағы ең астына келген кезде қазанның кір болғаны болмады деген қалай кетті. Менің қазанымның асты ешкімге ұнаған жоқ бар ғой, өзіме де ұнаған жоқ негізінде. Ол мүлдем ағармайды, асты күйе сияқты болып тұрады. Азиетпен жуғам, өртеп көрген, бәрін жасап көрдім, бірақ ағарған жоқ. Енді ол деген енемнің енесінің көзі болған ғой кезінде. Біраздан бері қолданған неше жылдық қазан болды да, ол мүлдем ағармайды, енді ренжімеңіздер. Онымен жуа алмаймын. Мен деген Инстаграмға, ТикТокқа мүлдем видео салмай қойдым, денсаулығыма байланысты деп айтқан болатынмын. Сөйтсем көп қыздар маған жазған ғой, сіздің видеоларыңыз өте қатты сағындық, сіздің үй жинағыңыз өте қатты қызықты, бізге шабыт береді дегеннен кейін. Бұдан былай рилс, видео, сторис барлығын толықтай салып отыратын боламын. Менің үй жинағаным сіздерге шабыт болатын болса, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен шабыт болады. Айтпақшы қыздар, бізде шыбын шіркей өте көп болып кетті, барлық жерде бар дейді ғой. Сол шыбын шіркейден қалай құтылдыңыздар қыздар, бізге де айтыңыздаршы, мүлдем құтыла алмай жатырмын бар ғой. Күнделікті тірлігіміз осы болып кетті, осыларды құрту.